Даусыңызды бар жоғы 3 күннің ішінде өзгертуге болады. Ол қалай деген кезде кеудемен демді алмай, диафрагмаға, яғни бүйірге алып, деп алған кезде, ішке алған кезде дауысты итеріп шығару керек. Мынау итеріп шығарғаныңыз сияқты енді жақты ашып жіберіп, дауысты дыбысқа барынша күш бересіз. Ол қалай дегенде қараңыздар. Па! 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 Осындай дыбысты ішпен ұру арқылы барынша дауысты ашып жіберіп, жақты ашып жіберіп, барынша қатты шығаратын болсаңыз дыбысты А деген әріпке па! Осы дыбысқа барынша күш шығарып, жоқ дегенде күніне бір 5 минуттан жаттығу жасап отырсаңыз, 3-ші күні даусыңыздың қуатты және мықты екенін, даусыңыздың өзгеріске ұшырағанын байқайтын боласыз. Оны тыңдау үшін құлағыңыздың былай қайырып әкпеліп, өз даусыңызды өзіңіз естіп көруге тырысыңыз. Егер бұл сабағым сізге